Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құмырсқалар туралы қызықты деректер тақырыбын қозғайтын боламыз. Құмырсқалар, олардың өмірі мен мінез-құлқы түрлі көптеген қызықты деректері бар таңғажайып тіршілік иелері. Міне, олардың бірнешеуін көріп шығамыз. Құмырсқалардың 12 мыңнан астам түрі бар, және олар Антарктидадан басқа дүние жүзінің кез келген бөлігінде кездеседі. Құмырсқалар өздерінен 50 есе салмағы бар заттарды көтере алады. Олардың таңғажайып жылдамдықпен қозғала алады. Жылдамдығы сағатына 1,6 шақырымға дейін жетеді. Көптеген құмырсқалар түрлері күрделі әлеуметтік құрылымдарды көрсетеді. Олар колонияларда тұрады. Мұнда әр адамның өз мақсаты бар. Жұмысшы құмырсқалар тамақ іздеуге, колонияны құруға және оны қорғауға, ал аналық патшайым болса көбеюге жауапты. Құмырсқалардың байланысы үшін арнайы иіс іздерін пайдаланады. Олар басқа құмырсқаларды қорек көздерінде бағыттау үшін феромондарды жол бойына орналастырады. Құмырсқалар тамаша қазушылар. Құмырсқалардың кейбір түрлері архитектуралық шедеврлермен салыстыруға болатындай күрделі құрылымдар жасай алады. Құмырсқалардың иіс сезу қабілеті өте дамыған. Кейбір түрлері 30 сантиметрге дейінгі қашықтықта тағамды анықтай алады. Және де сіздерге ең қызықты нәрсе айтайын. Құмырсқаның денесі шыныдан тұрады. Бірақ құмырсқаның денесінде шыны өте аз. Құмырсқалар төменгі денелерін, соның ішінде кеуде қуысын, іш қуысын және басты негізінен көміртегі, сутегі және оттегіден тұратын күшті және икемді материал болып табылатын хитиннен жасайды. Кейбір мыстан құмырсқалар әлемінде ерекше жағдай болып табылады. Олар қан мекемелерін анықтау және салқындату үшін өз денесін электр тогын өткізгіш ретінде пайдаланады. Құмырсқалар ұйымдасқан топтарда тұрып, тығыз шарлар деп аталатын тығыз құрылымдар жасай алады. Бұл колония ішіндегі температураны реттеуге мүмкіндік береді. Құмырсқалар күрделі мәселені шеше алады және ортақ мақсатқа жету үшін жұмылдық әрекет ете алады. Бұл олардың тамақ іздеудегі кедергілерін еңсерту үшін денелерінен көпір жасау қабілетін көрсетеді. Құмырсқалар шынымен таңғажайып тіршілік иелері және олардың мінез-құлқын зерттеу бізге табиғатты жақсырақ түсінуге және әлеуметтік құрылымдар туралы көп білуге көмектеседі. Құмырсқалардың жарлықтарды шешуші, яғни А нүктеден Б нүктесіне дейінгі ең жылдам ыңғайлы жолды табу қабілеті бар. Бұл әсіресе қиын жерлерде жүргенде немесе кедергілерден өткенде пайдаланады. Құмырсқалардың кейбір түрлері құлдық жасайды. Олар басқа құмырсқа түрлерінен дернәсірлерін ұрлап, олардың өз колониясына жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Құмырсқалардың өз-өзін емдейтін ерекше қабілеті бар. Олар зақымдалған аяқ-қолдарын емдеп, қабығын жаңғырта алады. Құмырсқалар планетадағы ең күшті тіршілік иелерінің бірі. Олар өз салмағынан бірнеше ауыр зат көтеріп, тасымалдай алады. Құмырсқалардың қарым-қатынас тәртібі өте дамыған. Олардың бір-біріне ақпаратты жеткізу үшін әртүрлі ишараны, дыбыстарды және химиялық сигналдарды пайдаланады. Көптеген құмырсқалар егіншілікпен айналысады. Мысалы, жапырақ жейтін құмырсқалар жинаған жапырақтарды саңырау құлақтар өседі. Құмырсқалар топырақты қоқыс пен өсімдік қалдықтарынан тазартып, өсімдік тұқымын шашатып, экожүйеге орасан зор үлесін қосады. Құмырсқалар өте агрессивті болуы мүмкін, әсіресе өз колониясын қорғағанда немесе қорек іздегенде. Құмырсқалардың кейбір түрлері адамдар үшін қауіпті болуы мүмкін. Құмырсқалар аю, үйрек және жарқанат сияқты көптеген басқа жануарлардың негізін жемдігінің бірі болып табылады. Құмырсқалар өте ұйымдасқан тіршілік иелері. Олар колонияда белгілі бір ереже мен тәртіпті сақтайды. Мысалы, олар құмырсқалар тізбегін құрап, үлкен азық-түлікті тасымалдау немесе кедергінің үстінен уақытша көпір салуы мүмкін. Құмырсқалар туралы қызықты деректер сізге осы кішкентай тіршілік иелері қаншалықты ғажайып және ғажайып ұйымдастырылған көрсетті деп үміттенемін. Осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де бұндай қызықты видеоларды келесіде алдағы уақытта салатын боламыз. Сіздерден қолдау, бізден шабыт. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз бен комментарияларыңыз біз үшін өте маңызды.